Ардақ тағайын, қымбатты қазақ елі. Мен өзім ауылда өскеннен кейін, сол ауылдың баласы болғаннан кейін, төрт түліктің бәрімен айналыссам деуге болады. Қай уақытта болса да, мен ауылға керекті дүниені іздеп жүрем қаладан. Бұл дүние жақсы нәрсе екен. Біз шөп те тартады, жем де тартады, шағын мал семіртем деушілер бар болса, жалпы біз енді жылқы ұстап отырғаннан кейін осы бір дробилка дейді ғой, жем тартқыш. Осы дүниені қажет етіп жүрген Қомағайдан арнайы барып, осыны алдық. Қажет ететін адамдар болса, мына жерде телефондары бәрі жазылудыр. Болашақта өздеріңіз хабарласып тауып алуларыңызға болады. Бұл өте ыңғайлы дүние. Екі адам көтеріп межеге салып ары бері тасуға да болады. Бұнымен қоса сол Қомағайда шағын тракторлер бар, тағы да бие сауатын, сиыр сауатын аппараттар да бар. Жалпы енді айтары жоқ, мен бұны не үшін алдым? Маған ыңғайлы шөп жемді, былай айтқанда экономдау үшін, оның көбін жеп, көбін желмей тапталып қалады. Сол үшін мен шөпті де жемді тартып малға сондай ыңғайлы қылып жасатып беруге сонда алып жатырмын. Жігіттерге көп рахмет, маған жеткізіп берді. Енді тартып тағы көрсетемін сіздерге. Мына керемет нәрсе. Мен ризамын.